Қостанай облысында өрттен зардап шеккен бауырларымызға Аллаху Тағала сабыр берсін. Қазақстан халқына шексіз алғысымды жеткізгім келеді. Әрбір азамат қол созып, кішкентай болса да өз үлесін қосты. Біз Жамбыл облысты ассамблея мүшелері, этномәдени орталықтары, аналар кеңесі, ассамблея жастары 2 күн ішінде қаржы, азық-түлік, киім-кешек жинап жіберіп үлгердік. Орыстың бір сөзі бар: друзья познаются в беде деген. Бұл туысқа қарамай, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, Қостанайдағы бауырларымызға көмек көрсеттік. Бұның бәрі бірліктің, татулықтың нәтижесі деп ойлаймын. Біз бәріміз біргеміз, біздің күшіміз бірлікте.